Ерболат Әбікенұлы пәтер іздеп жүр едік. Әңгіме. Алматыны 6 айналып, жетім бұрышты 7 айналғанда өкшем опырылып түсті. Енді маймақ жүріске бастым. Аяғым ауырды деп келіншегім отыра кетті. Пәтер іздеп жүр едік. Құмырсқаның илеуінше қайнаған жетім бұрыштан бізге лайық пәтер табылмады. Табылмады емес, табылдау. Әкесінің құнын сұрайды. Тіпті делдал саған қарайтын емес. Сөйлесу үшін де кезекке тұру керек екенсің. Пәтер бар ма, апай? Бір қыз керек. Пәтер бар ма, ағай? Бір жігіт керек. Апа, пәтер керек еді. 2 қыз керек. Келіншегім екеуміз тұрсақ бола ма? Болмайды. Келіншегіңнің қасына бір қыз қоста, өзің басқасын жалда. Пәтер керек еді. Жас отау керек. Біз жас отамыз. Қуанып кетіппін. Дауысым шән кетіп шықты. Онда естіп ал. 50 мың теңгеден 150 мың теңге 3 айдың ақшасын алдын ала тапсырасың. Бөліп тапсырса ше? Онда барыңдар ары. Сасқанымнан келіншегіме қарадым. Маған жаны ашыған болуы керек, естісе де естімеген боп тұр. Әппақ бетінің ұшына аздап қан шапши қалыпты. Көзінен мұң байқалады. Қасынан алыс тұруға тырысып, тағы бір маклерге қарай жүгірдім. Шаңырақта бір үй бар. Жас отбасын тұрғызады, деді қара келіншек. Кеудемдегі өшіп бара жатқан үміт оты жарқ еткендей болды. Қанша болады? 10 мың теңге, 3 бөлмелі жаңа үй. Шаңырақ алыс па? Дедім келіншегіме бұрылып. Өте алыс қой. Амал жоқ, шамамыз соған жетеді. 3 бөлмелі үй болса болады екен. Жарайды, келістік. Тауып берген ақысына 1000 теңге төлейсіңдер. Мінекей 1000 теңгеңіз. Қалыңдығы бір елі, тозығы жеткен, іші шимайға толы дәптеріне үңіле түсті. Мынау телефоны мен аты жөні. Сушаш тәте жіберді дейсіңдер. Қожайынмен бірге тұрмайтынымыз қандай жақсы болды, деді келіншегім жол жөнекей құлағыма сыбырлап. Бұрынғы жәбір жапаны ұмытқан адамдай өте көңілді, жымың-жымың етеді. Еріксіз жымиып күлген болдым. Қолым дірілдеп, ішімнен иманымды үйре түсіп, телефон құлағын бұрадым. Ар жағынан ер адамның барылдаған дауысы шықты. Алло, кім? Алло, ассалаумағалейкум. Сәкен ағам екен? Я, мен. Слушаш тәте жіберді. Пәтер іздеп жүр едік. Қайдағы пәтер? Өткізіп жібергенбіз. 3 күн болды. Слушаш тәте 10 мың теңгеге 3 бөлмелі пәтер бар деген болатын. 10 мың теңгеге тауық кепеде жалдай алмайсың, бауырым, деді де телефон тұтқасын тастай салды. Ашудан жарылардай мелшиіп тұрдым да қалдым. Әкеңнің ай делдал алдапты, дедім келіншегіме. Не деген опасыз адам еді? Дейді келіншегім дауысы дірілдеп. Жұлымы шыққан маршруттың ішіне есіктен ытқып шығардай сығылып әрең сыйдық та, қонақтаған тауықтай бір-бір аяғымызды көтеріп тұра қалдық. Маршрутқа қиралаңдап, жетім бұрышқа қарай тартып келеді. Ойым әлгі алдамшы әйелді тауып алып, сазайын тарттыру. Ең болмағанда қолымда жүрген туфли өкшесімен маңдайдан тарс еткізу. Ызадан булыққаным сонша ішімнен тынып әрең келем. Жол бойы келіншегім екеуміз бір ауыз үн қатысқан жоқпыз. Массаждан шыққан адамдай қиралаңдап жеттік ақыры. Делдал әйел су жұқпастың өзі екен. Біздің қайтып келетінімізді білгендей тайып тұрыпты. Барахолкадан бірақ шықтық. Көше бойымен әр дарбазаға жалтақтай қарап барлап келемін. Бір кезде пәтер жалдаймын деген жазу көзіме шоқтай басылды. Қуанғаннан айғайлап жібере жаздап, бетімді шымшып өзімді әрең тежедім. Қожайын ұйғыр әйел екен. Бізді суық қарсы алды. Айнада жарқыраған жап-жаңа үйдің қарсы алдындағы тозығы жеткен үлкен үйдің іші жын сасыған қараңғы дәліз екен. Артынан еріп келеміз. Таусылып болмайтын бұрылмасы көп дәліздің түбіне барып, бірақ тірелдік. Ең соңғы бөлме, ең соңғы үміт. Көзіміз сәл
үйірлескендей болды. Қоян екеш қоян да інін дәл бұлай қаза алмас-ау, сірә. Қыртыс есікті шалқалай ашты. 3 аттап төрге жеттім. Құшағымды жайып едім, саусақтарымның ұшы қабырғаға тиді. Сол жақ бұрышқа ұзыннан 2 төсек қойылыпты. Төсек емес, үсті-үстіне қиюластырып, кірпіші, шөркесі аралас бірдеңелердің үстіне жатқызып қоя салған тақтай екен. Сол тақтай төсектің біреуінің тең жартысы есіктің артындағы үйді бөлген кездегі бетон қабырға мен тақтай қабырғаның арасындағы бос аралыққа кептеліп кіргізіліпті. Егер осы қуыс болмаса, бір ғана төсек сиятындай. 3 метр үйге 4 метр төсек, әні солай сыйып тұр. Оған кір-кір, мақтасы салбырап, тозығы жеткен матрас төселіпті. Өртенген, әлде май тамғаны белгісіз, кейбір жерлері сарғыштанып кеткен. Оң жақ түпкі бұрышқа бойы жерден әрең асатын кішкентай үстел қойылыпты. Ырғап көріп едім, билеп тұр. Енді байқадым, үлкен бір залды келсін келмесін еттің ұясындай қылып сансыз бөлмелерге бөліпті. Тақтаймен бөлсе бір сәрі, қыртыспен қиюластыра беріпті. Соның керегеге тірелген соңғы қуысы бізге бұйырып тұр. Саңлауларының ар жағында пәтершілердің қарасы анық көрінеді. Сол сәт арғы беттен сәбидің шырқырап жылаған ащы естілді. Қыртыс қабырғаның үстіңгі жағы төбеге бір қарыс жетпей қалыпты да, сол ашық аралыққа небәрі жалғыз ғана шырақ орнатыпты. Арғы жақ пен бергі жақ сол жалғыз шыраққа тәуелді. Егер шырақ сөнсе, екі жақта жарықсыз қалайын деп тұр. Есік жақ қабырға да итеріліп қалсаң құлап түсердей қаусап әрең тұр. Бірақ ол оң жақ қабырға сияқты ашық емес, сәл де болса жиі шегеленіпті. Опырылған оң жақ тоқал өкшеммен еденді ақырын теуіп көріп едім, ескі төсеніштің шаңы бұрқ етіп балағыма шапшыды. Шамасы бізден бұрын аяқ киімін шешуді білмейтін біреулер тұрған тәрізді. Қоныш жайлы болсын деген дауысқа жалт қарасам, ақ күмістей ұзын сақалы кеудесін жапқан қария қарап тұр екен. Қапелімде сасқалақтап қалдым. Бірге болсын ата, деппін. Балам, менсінбей тұрсың әуә. Ер жігіт бір терінің ішінде неше арып, неше семіреді. Біз де жүрміз ғой, деді солқ-солқ күліп. Осы арада қожайын әйел келгіп кетті. Алсаңдар осы үй бос, 10 000 теңге. Қарап тұратын уақыт жоқ, тез шешіңдер. Келіншегім маған қарады, мен келіншегіме қарадым. Екеуміз де үн жоқ. Қария күлімсіреп, балаларым-ай, деп басын шайқап қояды. Аяғым ісіп кетті. Жетім бұрышқа енді бармай-ақ қояқшы. Өкшем ойылып қалдау дейм, удай ашып тұрғаны. Келістік, дедім. Аузымнан осы сөз қалай шыққанын да сезбей қалдым. Артынша елден қай жеріміз артық, өзіміз сияқты қазақтар екен ғой, осында пәтер жалдап жүрген деп қоям күмірлеп. Өзімді өзім жұбатқан тұрым. Мына үйде бір нәрсе жетіспейді, деді келіншегім аналар кеткесін сылқ-сылқ күліп. Бір нәрсе жоқ. Бір нәрсе? Бір нәрсе ғана емес, бұл үйде ештеңе жоқ. Бір нәрсе жоқ, бір нәрсе ғана. Телевизор ма? Жоқ. Айна. Қош, айна біздің не теңіміз? Өзің соқырмысың, көзіңді ашып қарасайшы. Өзің айта сал. Кенет жарық сөнді де, үйдің іші қараңғылыққа шома қалды. Жарыққа не болды деп, недәуір сасқалақтап қалдым. Мен өшірдім, деді келіншегім сыңғырлап. Жындымысың? Жақ шырақты. Не нәрсе жоқ екенін тапсаң, жағам. Бәрі жоқ бұл үйде. Ештеңе жоқ. Әдейі істеп тұрсың ба? Әлде соған да миың жетпей тұрма? Бала қорқады, жарықты жағыңдар, деген еркек дауысы шықты қыртыс қабырғаның әр жағынан. Терезе жоқ, деген әйел дауысы шықты қыртыс қабырғаның ар жағынан. Жырақ жарқ етіп жана қалды. Терезе жоқ дейді? Терезе жоқ, деді келіншегім. Терезе жоқ, деп қарқылдап
Күлді ер мен әйел. Терезесі жоқ үйде болады екен әуе. Қырсықтың көкесін жатарда көрдік. Екі адам еркін айнала алмайтын қуықтай бөлме, ермек етерлік дәнегі жоқ. Жалғыз шырақты жағып сөндіру құқы бізден бұрын келгендіктен көршімізде болды. Сол себепті жарықты сөндіруге де бата алмадық. Ерте ұйықтайық десек, біреу-міреу қыртыстың саңылауларынан сығалап тұрған секілді де киімімізді шешуден арландық. Астымызға бірдеңе салып бүктетіліп жата кетуге де тым лас екен. Оның үстіне егеуқұйрық талап кететін түрі бар. Амалсыз бір төсекке қырымызбен қысылысып жаттық. Мен келіншегіме суық тиіп қалмасын деп түкпірге жаттым. Келіншегім әле-сәле қозғалып қояды. Тар төсекке сыймай жатқанын сезіп, өзім шет жаққа алмастым. Ұйқы келер емес. Жалмауыздың жалғыз көзіндей жарқыраған шырағы құрғыр көзімді талдырып жіберді. Көршінің жас нәрестесі жағы талмайтын жылауықтың өзі екен. Қарсы бөлмеде жатқан ақсақал күрк-күрк жөтеледі. Оған есік жақтағы құрылысшы жігіттер соғыстырған рөмке сыңғыры, бір-біріне сөз бермей гәукөкке ащы дауыстар қосылды. Біресе барқырап ән айтқан болады, біресе орысша қазақша араластырып боқтасып қояды. Бөлмелер бөлек-бөлек болғанымен ауасы ортақ екен. Терезенің пайдасын енді білдім. Мүңкіген иіс кеңсірігімді ашытып барады. Мұрныма арақтың сасық иісі келді. Оған анда-санда темекінің түтіні қосылады. Сөйтіп жатып ұйықтап кетіппін. Қай мезгіл екенін білмеймін, ояна қалсам, терге малшынып жатыр екем. Қайда жатқаным есіме түсіп, көңілім ортайып қалды. Уақыт өткізу үшін тамақтан кейін мұрнымыз тершей отырып, 2 шәугім шәй ішетін едік. Сол қысып барады. Еріксіз далаға шығуға тура келді. Сипалап жүріп жарықтың түймесін әрең тауып, жасқана жақтым. Бір бұрышқа маңдайымды, бір бұрышқа тіземді соғып жүріп, бұлың-бұлың дәлізбен далаға әрең шықтым. Уф деп кең тыныстап рахаттанып қалдым. Дәретхананы үйден недәуір алысқа салыпты. Солай аттай беріп едім, тайыншадай 2 төбет тура атылды. Өлген жерім осы ма деп ойлап үлгергенім жоқ. Тілеуіңді бергір ұйғыр қатын ол екеуін білекте шынжырмен мықтап байлаған екен. Төбеттердің күркіреген дауысына арқаланып, малақайдай 5-6 кәнден қосылып шәуілдеді. Солардан қашқан бетті жан дәрменім қалмай дәретханаға бірақ сүңгідім. Қайтарда да иттен қашқан мысықтың күйін кешіп жүгіріп үйге әрең жеттім. Кәндендерден оншалықты қорықпадым. Үй түрсе есім шығатын әдетім бар еді. Әсіресе шәуіл деген дауыстан қатты мазасыздандым. Тәтті ұйқы құшағында жатқан жерімнен келіншегім қатты жұлқылап оятып жіберді. Үйдің іші тастай қараңғы. Тұр деймін, түс болды, тұр тез, деп есімді шығарды. Сонша ерте оятатын не күн туды басыңа? Ертесіне түс болды. Онда шырақты жақсаңшы. Тоқ жоқ, күндіз өшіріп тастайды екен. Басымды жастықтан жұлып ала сала, далаға жүгіріп шықсам, күн дәл төбеге таяп қалыпты. Кешке пәтерімізге өте жақын бір досым келді. Бұл біз бас құрап үй болғалы келген тұңғыш қонақ еді. Сол себепті бір жағынан қуансақ, бір жағынан қатты қысылдық. Сыртқа шәй қайнатқалы жатқан келіншегімнің қасына барып едім, қайнап тұрған еттің көбігін сүзіп жатыр екен. Етті қайдан алдың? Дедім таңданып. Көрші әйелден қарызға сұрап алдым. Ұятай. Ұялмай-ақ қой, бірер күннен соң ауылдан ағам келеді. Телефонмен сөйлестім. Ет әкелетінін айтты. Досым, 2 адамның арасында есі кеткен түсет деп, қояр да қоймай шабаданның үстіне жайғасты. Келіншегім екеуміз төсекке отырдық. Дастарханның үсті недәуір жайнап кеткен екен. Мен келіншегімнің мұндай тағамдарды қайдан сақтап, қайдан әкеле қойғанына таңмын. Табақ толы етті жағалап, енді ауыз тие бергенде қыртыс есікті біреу жұлқып ашты. Қожайын әйел екен. Ашулы дүрсе қоя берді.